Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабағымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі тақырып бізде 53-ші сабақ бас қатырғыштар мен ребустар деп аталады. Олай болса балалар, сабағымызды бастайық. Бас қатырғыштар мен ребустарды шешуді бүгінгі сабақта біз үйренетін боламыз. Бірінші тапсырмаға оралатын болсақ, бақта не өсіріледі? Бақшада ше? Суреттер салынған шаршыларға қара, не байқадың дейді. Балалар, қараңыздар, мына жерде бізде бірінші жаңағы төрт бұрыштың ішінде бізге бақшада өсірілетін жеміс жидектерді берген. Олар бірінші апельсин, алмұрт, алма. Және де бұл екінші, үшінші қатарда бұлар қайталанып тұрған жоқ, Әр торда әр түрлі жемістер орналасқан. Яғни екіншіде бізде алма, апельсин, алмұрт, үшіншіде алмұрт, алма, апельсин. Мінекей балалар, көріп отырғанымыздай, екінші тор көзге біз дәл осындай реттілікпен орналастыруымыз қажет. Екінші тор көздерге бізге көкөністерді берген, Бірінші тор көзге помидор, екіншіге қияр, үшіншіге тәтті бұрыш. Ал керісінше, екінші қатарға қияр, тәтті бұрыш және де қызанақ орналастырған. Ал үшінші қатарда бізде тәтті бұрыш, екінші тор көз белгісіз, үшіншіге қияр орналасқан. Яғни балалар, бұл жерде бізге не жетпейді? Әрине, қызанақ жетпейді. Біз бұл жерге қызанақты қоятын боламыз, Ендеше балалар, екінші тапсырмаға оралайық. Суреттер қалай орналасқан? Бос шаршыға қай көкөністе қою керек дейді. Балақайлар, мінекей бізге де бірінші және екінші тор көзге қоятын көкөністерді табуымыз қажет. Ол үшін екінші және де үшінші тор көзде үшінші қатардағы көкөністерді қарап аламыз, Бізде қырық жапырақ, капуста, яғни одан кейін қылша, одан кейін баклажан орналасқан, Ал үшіншіде бізде баклажан, капуста, одан кейін барып қызылша орналасқан. Ал біріншіде бізде белгісіз болып тұр, Яғни біз бірінші бұл жерге не орналастырамыз? Дұрыс айтасыздар балалар, бұл жерге біз бірінші қызылшаны қоятын боламыз, Ал екінші бізге бұл жерге баклажан қажет болады, Мінекей балалар, дұрыс таптыңыздар. Енді дәл осындай қылып суретін салып қоямыз. Балалар, бірінші есеп бізге түсінікті болса, екінші тапсырмаға оралайық. Бұл бізде топтық жұмыс болып табылады. Барлық бағыт бойынша сандардың қосындысын тап, бос орындарға дағы тиісті сандарды ата дейді. Балалар, бізге үш ұяшық берілген, яғни қатар-қатар болып жазылып тұр. Бұл жерде балалар бізде әр түрлі сандар берілген. Осылардың қазір біз қосындысын жазамыз және де теңдігін шығарамыз. Одан кейін бізде бұл жерде тағы да жаңағы бос орындар бар, Осы бос орындарға біз сандарды жазып шығатын боламыз. Мінекей балалар, бірінші қатардағы сирен түстес болып тұрған төрт бұрыштың ішіндегі сандарды санап шығатын боламыз, Ең бірінші тігінен тұрған ортасында 5, 1, 4 дегенді қосамыз, 5-ке 1-ді қоссақ 6 болады, 6-ға 4-ті қоссақ 10 шығады екен. Екінші бізде 4-ке 5-ті қосамыз, 4-ке 5-ті қоссақ 9 болады, 9-ға 1-ді қоссақ 10 болады. Үшінші бізде 1-ге 5-ті қосамыз, оған 4-ті қосамыз, Ол кезде бізде қосындының мәні 10-ға тең болады екен. Үшінші 4-ке 1-ді қосамыз, оған 5-ті қосамыз, мәні 10 болып шығады, Одан кейін ең соңғысы 5-ке 4-ті қосамыз, оған 1-ді қосатын болсақ, әрине бұл жерде бізде 10 болады. Енді екінші қатар. Екінші қатарда бізде бос орындарға қазір сандарды қоятын боламыз. Бірінші 4-ке 2-ні қосамыз,
бұл жерде бізде 9 шығу керек, 4-ке 2-ні қоссақ бізде 6 болады. Оған, значит, 3-ті қосамыз, 3-ті қоссақ бізде 9 шығады. Яғни бос орынға біз 3-ті қоямыз. Екінші қатар 3-ке 4-ті қосамыз 7 болады, 7-ге 2-ні қосамыз 9 болады. Яғни біз бос орынға 2 деп жазамыз. Одан кейін 2-ге 4-ті қосамыз 6 болады, 6-ға 3-ті қосамыз 9 болады. Содан кейінгі қатары 4-ке 2-ні қосамыз, оған 3-ті қосамыз 9 болады. 3-ке 4-ті қосамыз, оған 2-ні қосамыз, соңғы қатарда әрине 9 болады. Енді балалар, үшінші қатар. Үшінші қатарда бізде 2 цифр жасырылған. Осы цифрларды қазір біз табатын боламыз. 1-ге 2-ні қосамыз, оған 3-ті қосамыз. Бізде 6 шығады. 2-ге 3-ті қосамыз, 5 болады, 5-ге 1-ті қосамыз, 6 болады. Одан кейінгісі 3-ке 1-ті қосамыз, оған 2-ні қосамыз, 6 шығады. Енді біз 1-ге 2-ні қосамыз, оған 3-ті қосамыз, соңғы қатарында әрине 6 шығады. Яғни балалар, біз екінші және де үшінші қатардағы бос яшықтардың ішіндегі цифрларды таптық. Яғни екінші жаңағы қатардағы яшықта екіншісінде 3 болса, үшіншісінде 2 қояды екенбіз. Ал үшінші қатарда екіншінің біріншісіне 3-ті қойсақ, үшінші қатарындағы ортасында 2 деген цифрды жаздық. Мінекей біз балалар яшықтағы жасырылған сандарды таптық. Келесі есеп бізде үшінші есеп болады. Сен зерттеушісің. Бұл жерде балалар бізде бірдей сан шығу керек. Сол қандай бірдей 2 сан, соны табатын боламыз. Енді балалар қараңыздар. Бізде 2 асқабақ берген. Яғни бұл жерде біздің 2 санымызда бірдей болу керек. Яғни оның қосындысы 4-ке тең болу керек. Балалар, сіздер білесіздер, бізде қаншаға қаншаны қоссақ 4 болады. Яғни 2-ге 2-ні қоссақ, бұл жерде 4 болады екен. Келесі бізде балалар асқабақ берген және де кабачки берген. Яғни бұл жерде бізде балалар теңдігі 5 болып тұр. Бұл жерде бізде 2 түрлі жаңағы нәрсені көрсетіп тұрғандықтан бізде бұл жерде жаңағы жоғарғыдағыдай 2 бірдей сан болмауы керек, екеуі 2 түрлі сан болу керек. Сол үшін де бізде 5, жауабы 5, яғни жаңағы асқабағымыз бізде 2 болды. Енді бұл жердегі кабачкидің қанша болатынын біліп алуымыз үшін 5-тен 2-ні аламыз, яғни 3 қалады. Яғни біздің кабачкиміздің астында 3 деген сан жасырылған екен. Енді балалар, осы 5 цифр санның дұрыс па, дұрыс емес пе тексеріп алуымыз үшін 2-ге 3-ті қосамыз, тең болады, 5 болады. Яғни біздің есебіміз дұрыс деген сөз. Балалар, келесі есепке назар аударайық. Бізде 4-ші тапсырма. Математика күнделікті өмірде дейді. Көкөністерді себеттерге қалай салуға болады дейді. Бір себетке балалар 10 килограмм помидор берсе, ал бір себетке бізде 9 килограмм помидор берген. Енді балалар, осы 10 килограмм помидор мен 9 килограмм қиярды біз себеттерге бөліп салуымыз қажет. Мысалы, бірінші помидорды алатын болсақ, 10 килограмм помидорды біз 2-ге теңдей бөлу үшін 5 қосу 5 десек, бізде 10 шығады. Яғни 5 пен 5-дің қосындысы 10-ға тең болады. Осылай 2 корзинаға бөлсек болады. Немесе 1 килограмм помидор, оған қосылған 9 килограмм помидор десек, яғни 9-ға 1-ді қоссақ 10 болады. Дәл осылай 2 себетке бөліп салсақ болады екен, балалар. Немесе 2 килограмм себетті 1
2 килограмм помидорды бір себетке, 8 килограмм помидорды бір себетке салсақ болады. Теңдігі 10 килограмм болады, иә? Одан кейін 7 килограмм помидорды бір себетке, 3 килограмм помидорды бір себетке салсақ 10 болады. 4 килограммды бірге 6 килограмм помидорды бір себетке салсақ, қосындысы 10 килограмм болады екен. Мінекей балалар, біз помидорды бірнеше бөліктерге бөліп, себеттерге салып көрдік. Нәтижесі 10-ға тең болды, иә? Ал енді балалар, біз 9 килограмм қиярды теңдей 2 бөлікке немесе 3 бөлікке бөліп қарастыруымыз қажет, иә? Бұл жерде бізде есепте 3 бөлікке бөл деген екен. Теңдей 3 бөлікке 9 килограмм қиярды бөлу үшін біз бірдей сандардан да алсақ болады екен, иә? Яғни 3 қосу 3 қосу 3 десек теңдігі 9 килограмм болады. Немесе әртүрлі сандардан да бөліп салуымызға болады екен. Мысалы, 2 қосу 4 қосу 3 тең 9 болады. 1 килограмм қосу 5 килограмм, қосу 3 килограмм 9 килограмм болады, иә? 4 килограммды бір бөлек, 4 килограммды бір бөлек, 1 килограммды бір бөлек салсақ, онда бізде 9 болады, иә? Және де 3-ке 5-ті қосамыз, 8 болады, оған 1 килограмм қоссақ, 9 килограмм болады екен. Одан кейін 5 килограммға 2 килограммды, оған 2 килограммды қоссақ, әрине 9 килограмм шығады. Сонымен бірге 3 килограмм қиярды бір бөлек, 1 килограммды бір бөлек, қалған 5 килограммын бір бөлек салсақ, бұлардың қосындысы бізде 9 килограммға тең болады екен. Мінекей балалар, біз берілген 10 килограмм помидорды және де 9 килограмм помидорды бірінші бірдей сандарға бөліп 2 себетке, одан кейін 3 себетке салдық. Одан кейін барып бірнеше әртүрлі килограммдарға бөліп, қосындысы 10 және де 9 килограммды шығарып, бірнеше себеттерге бөліп салып көрдік, иә? Балалар, осымен біздің үйге берілген, өзімізге берілген тапсырмаларымыз аяқталды. Сіздерге бүгінгі сабақ ұнады деген ойдамын, түсінікті болды деген ойдамын. Олай болса балалар, келесі сабақта кездескенше сау, саламатта болыңыздар.